Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Зекет қоры, Астана қаласының өкілдігі ұсынады. Құран Кәрімде Алла Субхана ва Тағала айтады, сол зекетіңді, сенің садақаңды алатын адамдар, олар қол жайып біреуден бірдеңе сұрамайды дейді. Сендер оны іздеп табасыңдар дейді Құран Кәрімде. Кейде шыны керек көшеде мынау кәсіпке айналдырып жүрген адамдарды көріп, ойлап қаласыз, беру керек шығар. Бірақ Құран Кәрімде айтады, жоқ, зекетті садақаға мұқтаж адамдар сұрамайды дейді ешкімнен. Бірақ сендер оны іздеп табыңдар дейді Алла Тағала. Мына зекет қорының соны мамандарға, соны басшы болып жүрген адамдарға Алла разы болсын. Сол кісілер тізім бойынша солардың үйлерін аралап, сол мұқтаж жандарға көмек қолдарын созып жатыр. Мына Мысыр мемлекетінде көргенім, осында қайырымдылық қорлар өте көп екен. Мысыр мемлекетінде. Тіпті сол қайырымдылық қорға мына байлар, жалпы жоғарыда айтып кеттік қой, несауап мөлшеріне жеткен адамдар ақшасын бірден сол байтылмалға алып келеді. Сол зекет қорларын алып келеді. Олар іздеп басын қатырып жүрмейді. Кімге берсем екен? Оның қай жерде қандай адам екен деп омен бас қатырмайды. Бірден сол қайырымдылық қорларға келіп береді. Алла көріп тұр. Ол берген Алла көріп тұр. Болды, мен сол отбасыға көмектестім деп ары қарай өзінің шаруасымен айналыса береді. Сол қайырымдылық қорлар тізім бойынша ай сайын өздерінің адамдары бар, көмектесетін, көмектесіп тұрады екен. Бірақ оларда сол адамдар соны кәсіпке айналдырмасын деп жаңалап тұрады екен. Адамдардың орнын тізімде жаңалап тұрады. Өйткені бұл зекет, садақа деген бұл уақытша адамға бір кішкене болса да көмек. Бір адам оған үйреніп әдетке айналдырып болмау керек. Мынау жақсы жер болды. Өмір бойы осы жерден алып тұратын болдым. Жоқ, ондай шариғатымызда дұрыс емес. Бұл жайына Пайғамбар хадисінде айтады, егер садақаға, зекетке мұқтаж болып қалсаңыздар, онда Алла Тағала сізге оны жеткізеді. Бірақ соны әдетке айналдырмаңыздар дейді. Өйткені оны әдетке айналдыратын болсаңыздар, Алла Тағала сіздерге сол таршылықтың 100 есігін ашып қояды дейді. Алдын бірақ есік ашық тұрған еді, әдетке айналдырған себепті Алла Тағала оған 100 есікті ашып қояды дейді. Өмір бойы тіленші болып кететін адамдар Құдай сақтасын. Сол үшін бұл қайырымдылық мекемелер елімізде ақырындап зекет қоры мынау Қазақстан мұсылман діни басқармасының аясында жұмыс атқарып жатыр. Осыны қолдауымыз керек екен. Қолдау көрсету керек. Өйткені шыны керек, адамдар жұмыспен, басқамен уақытымыз бәрі шектеулі. Кейде сылтау айтып жатамыз. Жұмыстан шығып, егер уақытым болғанда мен де көмектесетін едім. Отбасыларға баратын едім, аттеңгей, бірақ уақытым жоқ. Ертең ақыретте сылтау айта алмаймыз ешқайсымыз. Өйткені осында қайырымдылық мекемелер жұмыс жасап тұр. Ақшаңызды беріңіз де жұмысыңызға кете беріңіз. Осы қайырымдылық зекет қорлары сол тізім бойынша өздері жаңалап беруге. Өйткені Құран Кәрімде Алла Тағала тағауанул бирри ва тақуа деген аят бар. Бір-біріңе тақуалықта, жақсылықта көмекші болыңдар. Міне дінге көмектесу, қоғамға көмектесу бәрі осы аяттың ішінде тұр. Демек біреу ақшалай көмектессін, біреу сөзімен көмектессін, біреу жаңағыдай заттай, киім-кешектей деген секілді көмектесу керек екен. Діннің мақсаты қоғамда адамдарды бір тыныштыққа алып, бейбітшілікке алып келу. Өйткені ғұламалар айтады, сен зекет садақаңды беру парызың біріншіден. Оны беріп алып міндет қылуға болмайды. Сол зекетті беру парызың. Зекетті бергеннен кейін зекетің қабыл болсын, бірақ сен сауабыңды алумен бірге сен қоғамда тыныштыққа үлесіңді қосып кеттің дейді. Қоғамда. Өйткені тарихта қарайтын болсақ дейді, ғұламалар айтады, көптеген қақтығыстар байлар мен кедейлердің арасында көп қақтығыс болған тарихта. Неге десе, сол кедей адамдар іштерінде ыза, ашу болды. Неге байлар бізге қарамайды? Неге бар бізге көмектеспейді? Біз де пендеміз ғой. Неге солар ғана өмір осылай, біздің өміріміз мынандай деген секілді араларында ашу, дұшпандық пайда болып, көптеген қақтығыстар болған. Сол себепті байлар сараңдық қылмай, жомарттық қылып, зекетін, садақасын беріп жүретін болса дейді, ғұламалар айтады, қоғамда тыныштық орнайды. Сол мұқтаж адамдар Алланың сынағы ғой. Сол мұқтаж адамдар байлардың өмірін тілеп отырады екен. Солардың жолы бола берсе екен, солардың бастары аман болса екен деп, олардың амандығын тілеп отырады дейді. Өйткені бұл мынау жәннатқа ертең кіріңдер деген кезде шахидтер айтады екен. Ғұламалар кірсін.
бірінші, бізден бұрын. Өйткені сол ғұламалар бізге үйретті. Отанды қорғау парыз, отбасын қорғау парыз. Сол парызымызды орындау арқылы біз шахид болдық деп айтады екен. Ғұламаларға кіріңдер десе, ғұламалар айтқан жоқ, жомарт байлар кірсін. Өйткені сол жомарт байлар бізге сол өмірде қол қанат болып көмектесті. Сол себепті біз әлеуметтік жағынан біз қиналғанымыз жоқ. Сол жомарт байлар кірсін деп айтады дейді. Сол кезде Алла Тағала өз мейірімімен бәрің бірге кіріңдер деп Алла жәннатқа кіруге бәріне бұйрық береді дейді. Бұл да Алла Тағаланың осы өмірдегі сынағы ғой. Ғұламалар айтады, бір адамды бай қылса, Алла оны жақсы көргендіктен бай қылған жоқ. Бір адам кедей болса, Алла Тағала оны жек көргендіктен кедей қылған жоқ. Екеуі де Алланың сынағында. Бай да сынақта байлығын берер ме екен? Кедей де сынақта сол кедейлігіне сабыр қылып қанағат қылар ма екен?